Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін мен Ахмет достар. Сіздер ойлайсыздар қаяқтамын деп. Мен Рахманмен Дәулеттің садигіндемін. Қазір Рахмандардың кухня театр болады екен. Соларды көрейін. Мен сіздерге қазір садикке рум-тур жасап жіберейін. Осындай жататын комната. Рахманның несі. Осындай киімдер тұрады. Ойбай. Мынау Рахмандікі екен. Біріншісінің екіншісі. Дәулеттікі мына жақтан асылады. Дәулеттікі мына жақта. Дәулетті қаяқта жатқанын білмеймін, но бірақ мама айтты, Рахман көңілді. Осындай. Қазір олар ақ футболка киіп билейін деп жатыр. Потом Кокулинный театр келеді. Мына жақта үлкен қыздар сабақ оқып отыр екен. Не істеп жатсыңдар? Лекция оқимыз. Ой, молодец. Сенің атың кім? Менің атым Аяна. Сенікі? Бибина. Менікі Ахмет. Ахмет? Иә. Сені бәрі таниды. Бұл да сабақта оқиды ма не? Иә. Фамилиямыз айтыңызшы. Менікі Бекет, сенікі? Менікі Аяна Бербашевка, сенікі Медина. Медина. Дәулет? Не садись, тастыр. Біз осындай сабақ оқитын бөлмеде отырмыз. Обылай алғызым. Ойбай, нәсіл болмасы. Хан Алиханов. Хасанов, хан Шамачки. Ибрахим. Солай кеп қойды. Біз телефон көріп отырмыз. Наяқта осы күшті екен. Қазір біз түсте сабаққа барамыз. Орындықтар қоямыз. Нақса Дәулет тұр. Жәнің сол? Байтыр асыған. Спи. Театрға барайын деп жатырмыз. Асан скамейка тасып көрсетіп. Ой, красиво. Қазір осяқты театр болады. Рахман қайда? Барлығымыз тәртіпті боламыз. Ешкім жүрмайды. Жақсы ма? Кәнекей бір қашып баласы оқып қояйықшы.
күні мерекесін менсіз қарқаншайымсыз бастап кеттіңдер ме? Бастап кеттік балалар, Ах, солай ма? Ендеше балаларым, қазір барлықтарыңды мұзға айналдырып қатырып тастай ба? Сенбей тұрсың ба? Солай ма балалар? Ендеше қараңдар, сенбесеңдер қараңдар. 1, 2, 3, 4, 5. Тик-ток қатып қал. Балалар, сендер менің барлық жұмбақтарыма дұрыс жауап бердіңдер. Сондықтан балалар, мен өз уәдемді орындаймын. Қазір мына тик-токты ертіп тастаймын. Ал ендеше барлығымыз бірге 5-ке дейін санайықшы. 1, 2, 3 және әдемі ұл қыздар. Оларға не деп айтамыз? рахмет деп айтамын. Рахмет! Рахмет. Ендеше орнымызға отырайық балалар. Өйткені біздің мерекеміз әрі қарай жалғасады. Дұрыс айтасыз. Ал тик-ток айтпақшы. Мен осы мерекеге ең кіші топтың балаларына өзімнің бір сүйікті ойынымды алып келдім. Ең кіші топтың апайы қайда екен? Гүлмира апай. Ендеше кіші топтың балақайлары кәнеки барғымыз шығайықшы мына жаққа. Жартылай шеңбер жасаймыз, иә? Келіңдер. Осы тек қана ең кіші топтың балалары ойынға шығады. Балалар орындарында отыра берсін, оларды қинамаймыз. Осы алтауақпа қалғандары шыға берсін мына ұлдарды. Ал ендеше, қазір ұлдар мені мұқият тыңдаңдар. Ал мұқият тыңдаймыз. Қазір балалар музыка басталады ғой, иә? Ал ендеше тик-ток қазір сендерге осы қосқандарда қолдарыңды дайын болып отырыңдар. Және осы аппақ қарларды қазір лақтырғанда балалар ең бастысы кезек-кезекпен лақтырыңдар. Барлықтарың бірдей лақтырып кетпеңдер. Жақсы ма балалар? Түсіндік па? Әркім өз кезегін күтеді. Жақсы ма? Кезек-кезекпен лақтырамыз. Ал ендеше кеттік, ойынымызды бастаймыз.
етпен. Жарай ма? Ақыл түсіңдер ғой. Ал жаным сен, бастайық. Уақытты шешіне қарай. Ой, мәдеке! Сергітіп алайын, е? Ал, кел. Ендеше қолдарыңызды жоғары көтеріңіз. Сау бол қыз мезгілі. Көңіліңнен болуын жоғары. Ал, кел, қойыңыз, сергітіп алайын. Шапалақ, шапалақ. Көруде. Отырып алайық. Біздің мерекеміз әрі қарай жалғасады. Солай ма айтыңызшы? Осы сендер жаңа жыл мерекесінде шыршаны безендіруге аналарына көмек бердіңдер ме? Ай, ұлдар, мына жаққа қыздарға бармаймыз. Қыздар бөлек, қыздар, мына бала қатпайды ғой. Мынау ортаны топ, мына кіші көп деп қалсам, бір Ал, жігіттер, қыздар, мұқият тыңдаймыз. Болды, тыңдамаймыз. ойыншыққа қараймыз, тиктокқа қараймыз. Жігіттер, мынау шырша сендердікі, міне. Қыздар, мынау шырша сіздердікі. Міне, енді тыңдаңыздар. Балалар, қазір ана қолымыздағы ойыншықтарды жабыстыра алдым да. Мына жерге қарасаңыздар, қарадақ жабыспақ нәрселерді көрдіңіздер ма? Я, ойыншықтың артына қарасаңыздар, тура осындай жабысқақ нәрселерді көрдіңдер ма? Сол ойыншықтарыңызды тек қана осы жерге әкеп жабыстырасыздар, жарай ма? Қыздар, ұйықтамаймыз, ортателер. Қараңдар, мына жерге әкеп жабыстырасыздар. Міне, сендер шыршаларың міне, жарай ма? Екеуі бірдей шырша. Сондықтан екеуін кім бірінші қай топ тез жабыстырады, сол бізде жеңімпаз атанады. Жүгіргенде ең бастысы абай боламыз балалар. Бастарымен соқтығысып, қолақ қап жүрмеңдер, иә? Неке қыздар көріп тұрмыз ғой қарадақты? Осы қарадаққа ғана жабыстырамыз. Алған кезде стоп. Бір ойыншықтан аламыз. Иә. Ой, сен 2, 3, кеттік. Біздің қыздарымыз қандай әдемі және тез түп-түзу болып шыршаны безендіріп қойды. Бұл жолы қыздар жеңді. Бірақ ұлдар да өте әдемі жасапты, иә? болды. Және түп-түзу қылып ақшаланы жасады. Сондықтан бұл жолы да қайтадан бізде кім жеңімпаз? Қыздар! Бұл шапалақ қыздарымызға. Қайда? Ой, бұл бірінші мына бала алды негізі. Жарайды, тартып алды ғой, отыра ғой. Күн беріп қойды, сол өзі күнәлі. Және 3 бас не? Мына қызымды бермей, мына қызым. Атың кім? Айкөркем, жарайсың Айкөркем. Ал, тастаңдар. Мен үйге келдім, қазір мен пицца жасап жатырмын. Қазір колбасасын турап, сырын турап, осылай дайындаймын. Ал достар, ендеше менің влогым аяқталды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.